Hello students, my name is Nazirke Muhammadkalievna and I am physics teacher. Today I want to explain the first law of thermodynamics. Бүгінгі түсіндіргелі отырған тақырыбым ол термодинамиканың бірінші заңы. For explaining this topic, I want to show this picture. And in this picture you see the car. And the car consists of heat engine, жылу двигателя, and the fuel tank, бензобак, and the exhaust pipe, выхлопная труба. With full tank, from to full tank, car gets the fuel. Яғни бензобак арқылы біз машинаға отын құямыз. Ол бізде бензин немесе дизель болуы мүмкін, иә? Енді ол отын бізде heat engine, яғни жылу двигателінің ішінде жанады. Жану әсерінен жылу двигателі жұмыс жасайды. And the work of heat engine we label by A. A, it means the work of heat engine. Next, осы жылу двигателінің ішінде отын жанды ғой, енді жанып кеткен отын қайда шығады? Выхлопная труба арқылы қоршаған ортаға шығып кетеді. Және де, яғни пайдасыз болған, шығын болған энергияны біз дельта U әрпімен белгілейміз. This is energy, it means the change of internal energy. And the unit of change internal energy is joule. And the unit of work engine is joule. And the unit of heat from fuel is joule. Next, from this example, we can explain the first law of thermodynamics. The heat from fuel equals the work of heat engine plus the change of internal energy. Яғни термодинамиканың бірінші заңы не дейді? Отыннан алынған жылу, біз яғни отыннан Q деген жылуды алдық қой, дұрыс па? Яғни бензин немесе дизель жанды, біз содан Q деген жылу алдық, толық жылу. Сол жылу қайда жіберіледі дейді? Қандай да бір бөлігі ол двигательдің жұмысына жұмсалады, және де қандай да бір бөлігі, яғни бізге пайдасы болмаған, сонымен қатар шығын болған бөлігі, ол бізде қоршаған ортаға кетеді екен. Және де оны біз дельта U әрпімен белгілейді екенбіз. Және де бұл жерде жылу, іштен жану двигателінің жұмысы, сонымен қатар выхлопная труба арқылы шығып кететін бізде дельта U, үшеуінің де өлшем бірлігі немен өлшенеді екен? Джоульмен өлшенеді екен. Сонда, the first law of thermodynamics, the sum of work and the internal energy equals the heat from fuel. Яғни, двигательдің жұмысымен ішкі энергияның өзгерісін қосатын болсақ, онда біз отыннан алған жылуды анықтай аламыз. Яғни, отыннан алған энергияны, отыннан алған энергияның әсерінен машинаның двигателі жұмыс жасайды, және де қоршаған ортаға кететін ішкі энергияның бір бөлігі осы отыннан алған энергиядан шығады екен. And this is the first law of thermodynamics. And from this equation, we can write the equation of work. Work equals, this is work, it means the work of heat engine. Work equals heat from fuel minus the change of internal energy. This is the equation of work of heat engine. Яғни двигательдің жұмысын анықтайтын болсақ, осы формула арқылы анықтайды екенбіз. Яғни термодинамиканың бірінші заңынан жұмысты табу үшін отыннан алған жылудан біз ішкі энергияның өзгерісін азайтады екенбіз. Next, let's write the equation of
Change of internal energy. The change of internal energy we label by delta U. And this is delta U equals heat from fuel minus the work of engine. Осымен бізде термодинамиканың бірінші заңын түсіндіңіздер деп ойлаймын. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, осында комментарий қалдырыңыздар. Сіздердің сұрақтарыңызға жауап беремін. Термодинамиканың бірінші заңы ол жаңағы топливо, яғни отыннан алынған энергияның қандай да бір бөлшегі, қандай да бір часть, яғни бөлігі жылу двигателінің жұмысына кетеді, және де ішкі энергияның өзгерісіне кетеді. Ішкі энергияның өзгерісі дегеніміз, this is energy from burned fuel, яғни жанып кеткен отын осы выхлопная труба арқылы шығып кетеді. Сол жанып кеткен отынның энергиясы ол дельта U дегеніміз. Ал мынау А дегеніміз, яғни ол пайдалы жұмыс. Біз мына мысалға айтайықшы былай. Мысалға біз отыннан дейік 1000 джоул энергия алдық дейік. This is the energy from fuel. The heat equals 1000 joules, and the heat engine works by 300 joules, for example. Next, the change internal energy equals 700 joules. Yes. What means? Яғни біз мынау машина қазір мысалы 1000 joule энергия алды отыннан делге, мысалға. Және де сол 1000 joule энергияның 300 joule энергиясына ғана двигатель жұмыс жасаған. Яғни 300 joule ғана жаңа машинаның жүрісіне кеткен. Ал қалған 700 joule қайда кетті? Қалған 700 joule ол бізде выхлопная труба арқылы SO2 болып қоршаған ортаға кетті. Яғни ол 700 joule ол күйіп кеткен, яғни жанып кеткен бензиннің энергиясы. Ал 300 joule-ға, таза 300 joule-ға машина жүрді. Ал неліктен олай болды? Не үшін машина сол отыннан 1000 joule энергия алып алып, не үшін машина 1000 joule-ға жүрмейді? Осы сұраққа жауап беру үшін келесі сабақты көріңіздер.